Сәлеметсіз бе жас дос? Бүгінгі біздің сабағымыз жер байлығына аяулы көзқарас бөлімі бойынша жер байлығы, ел байлығы тақырыбында өтеді. Сабақтың оқу мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау. Оқу мақсатын тереңірек түсіну үшін берілген сөйлемді дұрыс аяқтаңыз. Яғни, тірек сөздер дегеніміз не екенін табыңыз. Ал енді бүгінгі оқу мақсатына жету үшін біз не істеу керекпіз? Бірінші, мәтін мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап береміз. Екінші, тест сұрақтарының дұрыс жауабын белгілейміз. Үшінші, мәтіннің негізгі ойын тұжырымдаймыз. Қазір біз үлгі мәтінмен жұмыс жасаймыз, тапсырмалар орындаймыз. Алғашқы кезең тыңдалым алды кезеңі. Бірінші тапсырмада берілген тақырып бойынша ассоциация құрыңыз. Яғни, жер байлығы дегенде қандай сөздер, сөз тіркестері ойыңызға келеді, соны айтыңыз немесе жазыңыз. Екінші тапсырмада берілген сөздерді суреттермен сәйкестендіріңіз. Ол сөздер адым, ұқсас, малшы, ақбөкен, жауын шашын, егіз, қатер, құралай. Сәйкестендіріп болғаннан кейін дұрыс жауаппен өз жауабыңызды салыстырыңыз. Келесі тыңдалым кезеңі. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Құралай. Құралайдың салқыны шамамен мамырдың 20-сынан басталып, 10 шақты күнге созылатын ауа райының құбылмалы күндері. Көбінесе адамға да, малға да жайсыз, қара суық, ызғырық жел еседі. Не жауын шашынды болады. Ақбөкендер жалқыда егізде туады. 3-4 күндік құралай жауыннан құтыла алмайды. Қатер туған кезде олар тыпыр етпей жата қалады. Оны 2 адым жерден де байқамай қаласың. Өйткені түсі сол жердің реңіне ұқсас келеді. Осы кезде бөкеннің лақтары аяқтанады. Батыс Қазақстан малшылары құралай өткеннен кейін ғана жайлауға көше бастайды. Тыңдалым аяқталды. Тыңдалым мәтіні бойынша бірінші тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Сұрақтар. Құралайдың салқыны дегеніміз не? Ақбөкендер қаншалық туады? Олар неден құтыла алмайды? Жауапта тірек сөздерді пайдалануыңызға болады. Екінші тапсырмада тест сұрақтарына жауап беріңіз. Әр сұрақтың тұсындағы жауаптардың біреуін белгілеңіз. Тест сұрақтары мынадай. Тірек сөздерді таңдау, мәтіндегі жауабы жоқ сұрақты табу, мәтіндегі оқиғалар тізбегін ретін анықтау, ақбөкендердің не себепті қозғалмай жата қалатынын анықтау, ақбөкенді байқамай қалуымыздың себебін анықтау, берілген сөздің мағынасын табу, құралайдың салқыны болатын мезгілдің
ерекшелігі неде екенін анықтау. Барлығы 7 сұраққа жауап бересіз. Ал 3-ші тапсырмада мәтіннің негізгі ойын өз сөзіңізбен түйіндеп айтыңыз. Тыңдалым соңы кезеңінде тыңдалым мәтіні мен тірек сөздерге сүйене отырып, жер байлығы, ел байлығы тақырыбында өз ойыңызды жеткізіңіз. 5-6 сөйлем құрастырыңыз. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау мақсаты бойынша сабақ аяқталды. Сау болыңыз.